Мен Шигельская Ольга Алейқызымын. Жасым 24-те. Мен Ерейментау қаласының тұрғынымын. Қазақстанда тұрғандықтан мемлекеттік тілді құрметтеймін. Мен сатушының көмекшісі болып жұмыс істеймін. Бос уақытымда қазақ ақын жазушыларының шығармаларын оқығанды ұнатамын. Абайдың 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп татып көрсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайды білгені, көргені кісі білімді деуге болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Ескеріп жүрген кісі жаманнан дегеннен сақтанса, ол іске жарайды. Ол адам десе болады. Осы бөлімде мектепке арналған киімдер бар. Үстіңізде жейделер, ал осында шалбарлар әртүрлі жасқа келетін. Осы жерде бізде спорттық киімдер қыздарға және ұлдарға арналған. Әртүрлі түстері бар, өте ыңғайлы күшті шалбарлар. Ал осы бөлімде бізде жастықтар мен көрпелер бар. Әртүрлі орамалдар бар, әртүрлі түстер, өте күшті, жұмсақ. Саламатсыз, не іздеп жүрсіз? Саламатсыз. Мен апама бір не істеп едім. Қандай қалыңырақ қалықпан исаға. Қандай түс керек сізге? Мына түсі қыздардікі болып кете ма деп тұрмын. Мен сізге көрсетейін басқа түс? Апалардікінен үлкен көрсетіңізші маған. 54-ші размер болса бізге дәл келеді. Жылы керек пан. Жылы керек болса сізге. Міне мұндай күшті түстері бар екен. Қоңыр түсті, ақшыл түсті бар. Осы келетін шығар деп ойлаймын. Бағасы да 400-700 теңге. Өте күшті, жып-жылы. Осыны алып киіп көріңіз. Егер кимесе алып келесіз. Кимесе алып келуге болады ғой да сіздерге? Болады, алып келесіз. Әлмеға кірсең бар. Саламатсыз. Сізге қандай көмек керек? Маған ыңғайлы, мынандай туфли керек. Осындай фасондар бар. Жай табан, қара түсті, өте ыңғайлы